Сәлеметсің бе, Али? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз 20 саннан 2 таңбалы санды азайту. Енді 20 саннан біз 2 таңбалы санды қалай азайтады екенбіз? Ол үшін біз мына мысалға қарайық. 20 азайтылған 12 тең 8. Енді 20-дан 12-ні азайту үшін біз 12 санын ондықтар мен бірліктерге жіктеп алайық. Мысалы, 12 дегеніміз ол бір ондық, яғни 10 және 2 бірліктен тұрады, 2 яғни. Демек, 20-дан азайтамыз 10-ды, азайтамыз 2-ні, болады 8. 20-дан 10-ды азайтқанда 10 болады, 10-нан 2-ні азайтқанда 8. Осылайша біз 2 таңбалы 20 санынан 2 таңбалы санды азайтып тұрмыз. Енді келесі мысал 20 азайтылған 14, яғни 14-ті біз тағы да ондықтар мен бірлікке жіктеп алайық. 14-те 4 бірлік және 1 ондық бар. Демек, 20-дан азайтамыз 1 ондықты, 10-ды азайтамыз, сосын тағы да 4-ті. 20-дан 10-ды азайтқанда болады 10, 10-нан 4-ті азайтқанда болады 6. Келесі тапсырма үлгі бойынша есепте. Мына жерде тағы да жаңағындай мысал келтірілген. 20-дан 14 саны азайтылған, яғни 14 санын біз 10 мен 4 ретінде аламыз, 1 ондық, 4 бірлік. Яғни 20-дан азайтамыз 10-ды, болады 10, 10-нан 4 азайтамыз, болады 6. Сонда жауабы 20-дан 14 азайтқанда 6 болады екен. Келесі тапсырма, мына жерде 20 азайтылған 13. 13-те бізде 3 бірлік, 1 ондық. Демек, 20-дан азайтамыз 10-ды, болады 10, 10-нан 3-ті азайтқанда болады 7. Келесі тапсырманы, 14-ші тапсырманы сен өзің жаңағындай мысал, жоғарыда көрсетілген мысалдар ретінде шығарып көр. Мына жерде сөз есеп берілген. Есепті оқы, есептің шарты мен сұрағын қайда екенін жаз. Есепті шығар, жауабын жаз. Мына жерде біз мына сызықшаның орнына жазамыз, ол сұрақ па, әлде шарты ма? Арманда 20 теңге бар еді, ол 15 теңгеге қарындаш сатып алды. Бұл сұрақ па, әлде шарты ма? Әрине, бұл шарты. Демек, мына сызықшаға шарты деп жазамыз. Арманда қанша ақша қалды? Бұл шарты ма, әлде сұрағы ма? Әрине, бұл сұрағы. Енді шешуіне 20 теңге, Арманда 20 теңге болды. Ол 15 теңгесіне қарындаш сатып алды. Демек, 20 теңге барлық болды, о да 15 теңгесін жұмсады. Кетіп қалды, жоқ оны. 15 теңгесі бір жерге жұмсады, және қарындаш сатып алған дүкенге тастап кетті. Сонда ода қанша теңге қалды? Егерде қалды деген сұраққа жауап беретін болсақ, демек біз 20-дан 15-ті азайтамыз. Жауабына жазамыз. Не деп жазамыз? Арманда 5 теңге қалды деп жазамыз. Келесі тапсырмаға қарайық. Мысалды шығар, 1 дециметр артық қосындының астынсыз. Біз өткен сабақтарда 1 дециметрде қанша сантиметр бар екенін білеміз, Қанша сантиметр бар екен? Есіңе түсірші. 1 дециметр тең 10 сантиметр. Демек, мына жерде 5 сантиметр қосу 4 сантиметр қанша болады? 9 сантиметр. Біз оның астын сызамыз ба? Артық болып тұр ма 1 дециметрден? Жоқ, кем болып тұр. Демек, бұның астын сызбаймыз, Осылайша барлық қайсысы 1 дециметрден асып тұр, соның астын сызып шық.
Енді соңғы тапсырма 18 саны шығу үшін 20 санының қаншаға кеміту керек? Мысал құрастыр және шығар. Мына жерде мен саған мысал ретінде көрсеттім. 20 азайтылған 1 азайтылған 1 тең 18. Бізге 18 болу керек. Демек 20-дан 2 рет 1-ді азайттық. Немесе 20-дан 2 санын азайта салсақ, бізде 18 саны шығады екен. Сонымен біз 20 санынан 2 таңбалы санды азайту үшін азайтылып тұрған азайтқышты ондықтар мен бірліктерге жіктеп аламыз. Содан кейін 20-дан бір ондықты азайтып, әрмен қаратай бірлігін азайтамыз. Сол кезде біздің есебіміз осылай жылдам шығарып алуға болады екен. Осы сабақ саған түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса хабарласуға болады. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой, Әли.